Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен ерекше тағам түрімен бөліскім келіп отыр. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдымен қызып тұрған майымызға тауық етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Етімізді кішкене қозғап, орташа отқа қойып қоямыз. Сол арада пиязымызды турап аламыз. 2 дана пияз керек болады. Жоқа етіп турап аламыз. Міне бізде тауық етіміз жақсылап қуырылды. Енді бұл етті бөлек ыдысқа алып аламыз. Содан соң барып қызып тұрған қазанда пиязымызды қуырамыз. Міне пиязымызды қуырып жатырмыз. Кішкене осылай қозғаймыз да астын орташа отқа қойып қоямыз. Сол арада біз болгар бұрышын тураймыз. Пішінін өз қалауларыңызша турасаңыздар болады, немесе осылай ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Мен осындай қызыл, жасыл болгар бұрышын алдым. Егер қызыл болмаса, жасылы да бола береді. Енді жаңағы қазанымызда қуырылып жатқан пиязымызды бір қозғап, үстінен болгар бұрышын салып, тағы да бір араластырып қуырамыз. Содан соң қызартқышымызды, яғни томатымызды қосамыз. Менде сицилий, егер сіздерде томат болса, томат қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте бізде сәбіз. Мен сәбізді, картопты осындай формаға салып турадым. Негізі міндетті емес, әсемдік үшін осылай турасаңыздар болады. Қазанымызға сәбізді салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Барлық қоспаларды орташа отта қуыра береміз. Келесі кезекте бізде картопты да дәл солай формаға салып кестім. Әртүрлі формада кессеңіздер болады. Картопымызды да салып, тағы бір жақсылап араластырып жібереміз. Енді дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және зира саламыз. Зираны дәм беру үшін салдым. Қоспасаңыздар да болады. Содан соң кенза саламыз. Және де тауық етіне арналған дәмдеуіш қосамыз. Содан соң куркума қосамыз. Барлығын жақсылап бір араластырамыз. Содан соң суын құямыз. Суы бетінде қалқып шығып тұру керек. Және ол бұрқылдап қайнап шыққан уақытында біз жаңағы қуырып бөлек алған тауық етімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Және 40 минуттай қайнатамыз. Міне бізде қайнап шықты. Енді 2 ас қасық соевый соусымызды қосып, тағы да бір араластырамыз. Келесі кезекте бізде 200 грамм қаймағымызды қосамыз. Қаймағымыз бізде президент болу керек. Дәмі өте керемет болып шығады. Бұл тағам паста секілді болады. Жақсылап араластырамыз.
Бұл тағамның ортасына күріш қайнаттым. Күріштің видеосы менің YouTube каналымда бар. Описание бөліміне ссылкасын қалдырамын. Міне өте керемет болып шығады. Тағамыңыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Жансая.